Қайырлы күн қыздар, мен бүгін сіздермен осындай молочная девочка тортының өте бір сәтті рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл торттың жалпы рецептісі өте көп, бірақ дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде өте керемет болып шығатыны сөзсіз. Алдымен 3 жұмыртқаны ыдысымызға салып, үстіне 3 желания сгущенкасының дәл осы түрін салатын боламыз. Бұның басқа түрі де бар, яғни 3 желания сгущенкасының, бірақ дәл осы түрін пайдалансаңыз, сіздің корждарыңыз өте биік болып көтеріліп шығады. Осы екеуін миксермен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң елекке 200 грамм ұн салып, үстінен қамыр қопсытқыш 10 грамм салып, менде қамыр қопсытқыш уже салынып тұр. Содан соң електен осылай өткізе отырып, аз-аздан миксерлеп аламыз. Бәрін бірден сала салуға болмайды. Осылай бөліп сала отырып миксерлейміз. Нәтижесінде бізде осындай қоймалжың, яғни қаймақ тәрізді масса шығады. Сонымен біздің қамырымыз дайын. Енді пергамент қағазына 20 диаметрлі формамен өлшеп осылай сызып аламыз. Содан соң оған 2 ас қасықтан осылай сала отырып, коржымызды, яғни қамырымызды осылай жазып шығамыз. Менде 8 корж шықты. Енді осыны 180 градуста 7-8 минут пісіріп аламыз. Одан ерте пісуі де мүмкін, ол әркімнің пешіне байланысты. Міне көріп тұрғандарыңыздай, менде осындай өте биік болып көтерілген корждар шықты. Енді мен бұған пропитка жасайтын боламын. Сіздер жасамасаңыздар болады. Ол үшін ең қарапайым түрі сүтке сахарная пудраны салып, осылай щеткамен жағып шығамыз. Бұны жасамасаңыздар да болады. Негізінде корж өте жұмсақ, міне майыстырылады тіпті. Бірақ мен жасаймын. Енді кілегейден крем дайындаймыз. Ол үшін кілегейіміз өте салқын, яғни тоңазытқышта тұрған болу керек. Бөлме температурасындағы болмайды. Және де кілегей құйған ыдысымыз міндетті түрде құрғақ, және миксердің осы насадкалары да құрғақ болу керек. Енді осыған сахарная пудраны бөліп сала отырып миксермен араластырамыз. Міне бізде кілегей қоюлана бастады. Осылай қоюлана бастаған кезде біз сүзбелі ірімшігімізді салып, тағы да миксермен араластырамыз. Нәтижесінде бізде осылай төңкергенде төгіліп кетпейтін, яғни өзінің несін сақтайтын крем пайда болды. Енді подложкаға крем салып, үстінен жаңағы коржымызды қойып, осындай форма қойып, 2 ас қасықтан кремнен салып, тортымызды жинайтын боламыз. Егер форма болмаса да осылай жинай беруге болады. Ол міндетті емес. Форма тек шеттері дұрыс, кремдер сыртқа шығып кетпеу үшін ғана бізге керек. Міне енді біз толық айналасын осылай креммен жауып шығамыз. Содан соң жаңағы бір коржды ұнтақтап, яғни блендерден өткізіп, осылай тортымыздың сыртын қаптадым. Міне дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.